Саламатсыздар ма оқушылар? Қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы зат есімнің жекеше және көпше түрі. Бүгінгі сабақта зат есімнің жекеше және көпше түрлерін таба аласың. Сұрақтар бойынша сипаттау мәтінін құрай аласың. 59-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Үрлеп тартылатын аспаптар ерте заманда пайда болған. Олар хайуанаттар мен құстардың сүйектерінен, мүйіздерінен, ағаштан, саз-балшықтан, темірден жасалған. Қазақ халқында үрмелі музыка аспаптары көп. Олар сыбызғы, саз-сырнай, үскірік, керней, қамыс-сырнай, мүйіз-сырнай. Оқушылар, мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыздар, яғни қазақ халқының үрмелі музыка аспаптары туралы айтылған. Келесі тапсырма 60-шы жаттығу. Суреттегі аспаптардың атын көпше түрде жаз. Кәнеки, бірінші суретте не көріп тұрмыз? Домбыра, сосын қобыз және жетіген. Енді соларды біз көпше түрде жазып көрейік кәнеки. Домбыра, домбыралар, қобыз, қобыздар, жетіген, жетігендер. Жарайсыздар. Келесі тапсырма жаңылтпашты жадқа жаз. Ара-ара аралар, орманның бойын аралар, гүлден сорып бал алар, бал тәтті ғой балалар. Енді кәнеки жадқа өздеріңіз дәптерге жаза қойыңыздар. Тапсырма енді. Осы жаңылтпаштан зат есімнің жекеше және көпше түрін тап. Кәне бірге тауып көрейік. Ара зат есімнің жекеше түрі. Ара жекеше түрі. Аралар көпше түрі, яғни көп. Лар деген жалғау бар. Келесі, орманның бойын аралар. Жоқ, я, гүлден сорып балалар. Бұнда бал, я. Және соңғы бал тәтті ғой балалар. Бал және балалар, я балалар. Жарайсыздар, бұнда балалар бізде зат есімнің қандай түрінде? Көпше түрінде, я. Келесі тапсырма жұмбақтың жалғасын тап. Халық қу деп қылған күлкі, айласы көп бұл не? Дұрыс, түлкі. Жарайсыздар. Енді оқушылар, осы түлкі туралы кәнеки сипаттау мәтінін құрап көрейік бірге. Сіздерге сұрақтар берілген, сол сұрақтар бойынша түлкіні сипаттап мәтінін құраңыздар. Түлкі қандай аң? Түсі қандай? Оның құйрығы қандай болады? Тұмсығы ше? Кәнеки, өзіміз енді осы сұрақтарға жауап жазып көрейік. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.